Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен керемет круассандар дайындайтын боламыз. Алдымен арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге керек заттар: жылы сүт, жылы су және құрғақ ашытқы мен қант және шымшым тұз қосып, бәрін жақсылап араластырып 15 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Міне осындай беті көпіршіп, көтеріліп тұрады. Оның үстіне бір жұмыртқамыз бен кішкене шемішке майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды салатын боламыз. Мен ұнды електен өткізіп дайындап алған болатынмын. Осылай кішкене мөлшерде қосып отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Міне қамырымды илеп болдым. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямын. Міне қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді осыны бөліктерге бөлетін боламыз. Міне осылай бөліктерге бөлеміз. Менде осындай 9 бөлік шықты. Енді осы қамырлардың барлығын бір-бір түйірден алып отырып, домалақтап жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін тағы да бір-бір түйірден алып отырып, осылай май жағып, бірін үстіне бірін қоямыз. Майымызды жағып болдық. Енді осының үстіне қолымызды осылай жан-жақтарын жауып шығатын боламыз. Енді қамырымызды қатты жұқа қылмай, қатты қалың қылмай 3-4 мм болатындай етіп жайып шығамыз. Міне қамырымызды жайып болдық. Енді бұны круассанға арнап 3 бұрыштап кесетін боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп кессеңіздер әдемі болып шығады. Осылай кесіп алдық. Енді шетін осылай кішкене ғана кесіп, ішіне мен варенка салып пісірдім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша пісірулеріңізге болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп барлығын орап шығамыз. Мен алдын ала табамды осылай дайындап алдым. Барлық круассандарымызды осылай қойып, бетіне жұмыртқамызды жағып,
180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Міне круассандарымыз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ болып, әдемі болып пісті. Каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.